Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ет жоқ кезде немесе ет жемейтіндерге арналған тағам жасаймыз. Яғни вареники жасаймыз. Електен өткізілген ұнымызға жұмыртқамызды қосып, жылы суға тұз бен сұйық майымызды қосып, бәрін біріктіріп, қолға жабыспайтындай қылып қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, оны күлшелерге бөліп, тындырып қоямыз. Картошкамызды суға қайнатып аламыз. Міне біздің картошкамыз пісіп дайын болды. Оған сары май мен сүтті қосып, жақсылап езетін боламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Сосын домалақтап кесіп шығамыз. Картошкамызды салып, варениктерімізді түйеміз. Қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, варениктерімізді 10 минут пісіріп алатын боламыз. Және де қызып тұрған майымызға 4 бұрыштап туралған пиязымыз бен сарымсағымызды қызарғанша қуырып аламыз. Әрине, тұз бұрышты ұмытпаймыз. Міне біздің вареникилеріміз дайын болды. Достар, менің рецептімді қолданып жатқан болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Варениктеріміздің бетіне пиязымызды құйып, дастарханымызға тартамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, өте дәмді болып шықты. Қамыры жыртылмаған, езілмеген, міне өте әдемі. Ұнаса, сіздер жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.